Сонымен бастаймыз. Барлықтарыңыз білесіздер, аттестацияның 3-5 талаптарына сәйкес біздің педагог зерттеуші және педагог модератор санатына баратын педагогтер міндетті түрде өздерінің тәжірибесін тарату керек. Все вы знаете, что согласно пункту 3.5 требования аттестации, все педагоги, которые претендуют на категорию педагог-исследователь и педагог-мастер, должны обязательно распространить свой опыт. Распространение обязательно должно быть по удостоверению, которое они получили у нас. Обязательно авторская работа или учебно-методическая работа, которую они представляли, этот методический продукт должен быть утвержден нашим руководством городского научно-методического центра новых технологий в образовании. Мы высылали 2 приложения. Первое приложение касается педагогов-исследователей. Бірінші хаттама зерттеушілерге қатысты бірінші кесте, екінші кесте шебер санатына баратын оқытушыларға қатысты. Сонымен алдымен зерттеушілерге қатысты кестені талдайық. Сначала, значит, разбираем таблицу, которая касается педагоги-исследователей. Бұл басшағы түсінікті, начало понятно, да? Обязательно указывайте свой район. Почему? Потому что здесь написано в предпоследней таблице, охват должен быть не менее 3 районов, помимо своего района. То есть, если ваше учебное заведение находится в Ауэзовском районе, то здесь должны быть 3 района, которые не включая Ауэзовский, должны быть 3 района. Это понятно, да? Дальше название колледжа понятно. Фамилия, имя, отчество, пожалуйста, пишите согласно удостоверению личности. Не надо писать на казахском, с казахскими буквами, если у педагога написано в удостоверении, русскими буквами или наоборот, переделывать ничего не надо. Согласно удостоверению личности. Дальше предмет указывайте, какой предмет ведет. Не надо писать мастер общеобразовательных дисциплин, конкретно математика, физика, информатика и так далее. Пишем предмет, по которому аттестуется педагог. Дальше наименование методической работы, утвержденной экспертным советом при управлении образованием. То есть здесь тот продукт, который вы сдали нам в метод-кабинет, который утвердило наше руководство, наименование именно этого методического пособия или авторской программы указывайте. Но исследователи в основном у нас учебно-методические материалы, продукты идут. Дальше обязательно там будет указан в удостоверении дата, номер, который мы выдавали. Указывайте этот номер, это понятно. Дальше трансляция опыта должна... У кого микрофон включен? Высший медицинский колледж. Жанна Жумашевна. Спасибо. Значит, трансляция педагогического опыта, тема должна соответствовать, понятно, да, то, что в удостоверении, и когда будете распространять тоже. Значит, форму трансляции педагогического опыта выбираете сами. Өздеріңіз таңдайсыздар. Қандай форматта өткізгілеріңіз келеді? Онлайн өткізгілесіздер ме? Офлайн өздеріңізге шақырып өткізесіздер ме? Вебинар форматында, мастер-класс, семинар, конференция. Кез келген форматты өздеріңіз таңдап, осы кестеге толтырасыздар. Ары қарай қай күні өткізесіздер? Өткізу орны, содан кейін барып, қай ауданнан шақырасыздар, содан кейін барып, мына жерде сілтемелер. Енді астындағы ескертулер бойынша міндетті түрде сіздердің білім мекемелеріңіздің басшысы бұйрық шығарады. Руководитель учебного заведения издает приказ о распространении педагогического опыта.
Можно, допускается распространение опыта нескольких педагогов в рамках одной программы мероприятия. То есть, если в вашем колледже несколько педагогов написали авторские работы, вы можете их все собрать и в одном, да, в одном формате провести. Если у вас есть педагоги, которые получили до этого, в предыдущих, в прошлом году, позапрошлом году, но не распространяли свой опыт, их тоже можете включить в этот вебинар или мастер-класс, то есть формат конференцию, вот это мероприятие, можете их всех включить. Также дальше допускается, если, допустим, у вас педагог-исследователь один, есть еще один в другом колледже, можете скооперироваться, несколько колледжей объединить, распространить опыт педагогов-исследователей нескольких колледжей, но когда будете составлять таблицу, каждый пишет только относительно своего колледжа. Бірнеше колледждер бірігіп жасауға да болады осы таратуды, бірақ неткен кезде, кестені толтырған кезде тек қана өздеріңіздің педагогтеріңізге қатысты ақпаратты ғана беретін боласыздар. Дальше. Вот эти документы... Маржан, iPhone Маржан, кімдікі? Даусыңызды өшіріп қойыңызшы. Сонан кейін сол басшыларыңыздың бұйрығы, сол басшыларыңыз бұйрық шығарған кезде міндетті түрде қандай аудандарды шақырады, солар да міндетті түрде көрсетіледі. Қандай педагогтардың тәжірибесін таратады, қандай аудандардың оқытушылары ол шараға шақырылады, солардың барлығы көрсетілу керек. В приказе обязательно указываете районы, которые вы должны охватить, педагогов каких районов вы приглашаете на свое мероприятие. В приказе прям нужно будет это тоже указать. Значит, скан-вариант выданного удостоверения, который вы у нас получили, скан-вариант приказа руководства и скан-вариант программы, которую вы составили отдельно в своем колледже, совместно с другими колледжами или как, сами знаете. Вот это все и еще скан-вариант выписки протокола. По завершении мероприятия вы должны составить протокол и выписку из этого протокола. Все эти документы, 4 документа, собираете в один файл в Word, превращаете в PDF или PDF размещаете в Google диске, и ссылку на этот Google диск указываете в таблице. Бүкіл мына жердегі құжаттарды біз көрсеткен, жаңағы өздеріңіздің куәлігінің көшірмесін, басшының бұйрығын, және де бағдарламаны өткізетін шараның, содан кейін хаттаманың көшірмесін барлығын бір файлға саласыздар да, содан кейін Google дискке салып, сол Google дисктің сілтемесін соңғы неге көрсетесіздер. Дальше. Фото-видео материалы размещайте в своих социальных сетях, где вы будете, вы же проведете распространение опыта, вот это мероприятие, обязательно видеоматериалы вы выкладываете в социальные сети. Әлеуметтік желіге саласыздар ғой. Суреттермен сол әлеуметтік суреттерді сол әлеуметтік желінің сілтемесімен бірге бересіздер. То есть вторая ссылка будет это фото-видеоматериалы и ссылка на мероприятие. Потом, когда пункт 3.5 будет загружать 3.1, вы загружаете копию, вот это удостоверение свое и ссылку на ваш материал. Можете, если материал небольшого объема, сам материал, обязательно комиссия должна увидеть ваши работы. Не только удостоверение, что вы написали какую-то методическую работу, но и сам материал.
Можете ссылку указать, если объем большой, а можете сам продукт сюда вложить. Пункт 3.5, когда выкладываете в аттестации, вы можете вложить вот эту таблицу, которую вы будете нам сдавать. Как раз в таблице идет охват, и районы указаны, ссылки на мероприятия, все здесь есть. В пункте 3.5 вы можете выложить вот эту таблицу. Осы кестені толығымен саласыздар. Так, теперь категория мастера. Шибер, вы знаете, есть отличия, да? Если педагоги, которые аттестуются на категории исследователь, получают удостоверение у нас в городском научно-методическом центре, педагог, так, МК даусыңызды өшіріңіз. Жұмыс күндері таңғы сағат 7:30. Пынар. Отвлекают просто. Дальше. На чем это? Педагоги, которые претендуют на категорию мастера, здесь таблица, вы видите, что район указывать не надо, потому что распространение опыта идет на регионы. Поэтому сразу наименование колледжа идет, фамилиями полностью, предмет и наименование авторской программы, которая утверждена в РУМС, то есть которые вы уже получили экспертное заключение в НАО «Талап». Только эти педагоги у нас включают свои работы. Номер понятно, здесь тема также. Что касается формы видео, формат трансляции педагогического опыта указываете. Указываете формат, в каком формате будете проводить, дату проведения, место проведения, сколько регионов, какие регионы вы можете охватить, но здесь ссылки пока не указываете. Здесь мы на основании вот этой таблицы мы выбираем формат ваших мероприятий и собираем на всех педагогов, которые идут на категорию мастер, шеберге баратындардың барлық құжаттарын жинақтаймыз да, содан кейін барып бір біздің қалалық білім басқармасынан бір кесте жасап бекітетін боламыз, қай күні өткізетінін. Дальше. Еще вопрос был, протокол о распространении опыта, надо ли брать от каждого района отдельно? Не надо, надо сделать один общий протокол, где вы просто указываете вот эти районы, и все. Жеке әрбір ауданның хаттамасын берудің қажеті жоқ. Вроде все у меня. У кого какие вопросы, я готова ответить. Саламатсыз ба, кешіріңіз, сұрасам болады ма? Сәлеметсіз бе? Жоғары медицина колледжі. Біз офлайн шақыртуымыз керек қой, үш районнан да, иә сонда? Міндетті түрде офлайн емес. Қатысуға болмайды ма? Болады. Жаңа ғана айттым, форматын өздеріңіз білесіздер, офлайн ба, онлайн ба қалай өткізесіздер, одан өздеріңіз таңдайсыздар. Сол үш районнан келгендердің аты жөні колледждің кәдімгідей, тағы да бір айтатын не, телефон хатты ол аудандарға өздеріңіз жібересіздер. Өздеріңіздің басшылықтарыңыз келісіп, сол жақтарды шақыратын болады. Районы обеспечиваете сами, руководство вашего колледжа отправляет телефонограмму в эти районы и приглашает педагогов этих районов по направлению, по которому у вас идет распространение опыта.
может русский язык, может физика, может спецпредметы. Приглашайте педагогов тех направлений, по которому у вас идет распространение опыта. Саламатсыздар ма, сұрақ бола ма? Гүлзат Саматовна. Сұраңыз Жазира Мамедқызы. Рахмет. Бізде сұрақ Румстың протоколын күтіп отыр едік, мастер бойынша. Әлі ол протокол шыққан жоқ. Енді ол бір неден шыға ма, шықпай ма? Әлде бізде одан кейін тағы да трансляция жасауға мүмкіндік бола ма соны? Әзірге қолдарыңызда барларды ғана бересіздер. Кімдікі әлі шыққан жоқ, күте тұрыңыздар, сосын артынан тағы да қосымша беретін боламыз. Жалпы қандай педагогтар баратын ақпараттар бар бізде. Жақсы. Келесі сұрақ, педагогтар саны бойынша шектеу болғанда критерий бар ма? Определенный, мысалы, по направлениям, сол 3 регионнан қанша педагог болу керек деген? Жоқ, ол сіздердің қай пәннің оқытушыларын, мысалы, арнайы пәндер орыс тіліме соған ғана байланысты ғой, сол жақтың сіздердің аудандарыңыздың орыс тілі пәнінің оқытушыларын шақырамыз. Немесе арнайы пән болса қай бағытта? Тігіншілер ме, аспаздар ма, сондай оқытушыларды шақырамыз деп, тек қана сол өніммен жұмыс істей алатын, сіздер бәрібір оны жұмыс істетіп үйретесіздер, ары қарай бір бөлетін бір тәжірибемен бөлісесіздер, оларға жаттығулар жасатасыздар, дұрыс па? Сонда ана кісілер көздерін бадырайтып, бұл не нәрсе деп отырмайтындай түсінетін адамдарды шақыру керексіздер ғой. Соны нақтылап телефон хатта көрсетулеріңіз керек. Қай бағыттың қандай оқытушылар шақырылатынын. Келесі сұрақ. Еще вопросы? Всем все понятно, да? Без разницы, госколледжи, частные колледжи или желательно только гос? Жоқ, ол жағынан таңдау керек. Аудан таңдайсыздар ғой, сіздер колледж таңдамайсыздар ғой. Сосын облысты шақырмаңыздар. Қалалық деңгейдегі болу керек. Бізде былтыр бір колледждерде облыстық бізге қарамайтын колледждердің де оқытушылары келген болатын. Республикалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі оқытушыларды шақырудың қажеті жоқ. Тек қана Алматы қаласының оқытушылары болу керек. Тағы да сұрақтарыңыз. Қазір сұрағыңыздаршы. Саматовна. Гульзат Саматовна, добрый день. Здравствуйте, Александр. Педагогический колледж номер 2, да. У меня вот такой вопрос. В эту таблицу нужно заполнить, как вы нам и говорили, в срок до 1 декабря, да, насколько я помню? Да, есть еще срок. Да, но это обязательно, она один раз будет заполняться по всем педагогам, кто проходит аттестацию в 2026 году, или потом еще дополнительно будет возможность. Не все же еще прошли экспертизу Да, сейчас вы заполняете совете. только по факту на тех педагогов, которые действительно имеют на руках этот методический продукт. А в дальнейшем, когда мы еще получим решение РУМС, мы можем еще раз собрать это до завершения загрузки на платформу. Я думаю, у нас будет еще время это еще раз заполнить. Все, спасибо. Еще вопросы? Так, сұрақтарыңыз. Сейчас начнете в личку писать. Пожалуйста, задавайте здесь вопросы, чтобы все могли услышать и получить ответы на свои вопросы. Бір-бірлеріңіздің сұрағыңызды тыңдай отырып, өздеріңіздің де сұрақтарыңызға жауап табасыздар. Сондықтан сұрақтарыңызды қойыңыздар. Гүлзат Саматовна, қайырлы күн. Менде мынандай сұрақ бар. Бұл трансляцияны біз қай числоға дейін аяқтау керекпіз? Оқу жылының мына декабрь айының соңына дейін ба? Қазіргі кезде біз 1 желтоқсанға дейін деп беріп отырмыз. Себебі бізде сол уақытқа, сол мерзімге сұратып отыр. Бізге қалай сұраныс түседі, біз сол уақытта жібереміз ақпаратты. Все хорошо, түсінікті. Жақсы, келесі сұрақ. Еще вопрос. Барлығыңызға жаңағы медицина колледжінен едім. Біз мына жерде бағалауда 2+2 деп 3 рет тұр ғой, сол 3 район бойынша қойылатын бағалау ғой, 3 рет өткізу емес қой. Қай жерде көрдіңіз бағалау деген? Кеше көрсеткен кезде Гүлнар Жанлиевнада ма, 2 деп тұрды, осы тарау бойынша. Мысалы 3 район бойынша сонда әрқайсысы 2 балл, Егер
сіздер егер үш ауданды біздің комиссия тексереді ғой сіздердің құжаттарыңызды. Сол кезде осы құжатты алып қарайды. Сіздің басшыларыңыздың бұйрығын оқиды. Сол бұйрықтың ішінде жазулы тұрады. Әуезов, Бостандық, Түрксіб ауданының оқытушылары қатысты деп. 3 район қатысқан екен, 6 балл деп қоямыз. Егер Әуезов ауданы мен Түрксіб ауданы қатысты десе, біз 4 балл қоямыз. Міндетті түрде сондықтан приказбен көрсету керек. Жақсы, рахмет. Түсінікті. Еще вопрос. Тағы сұрақтар. Саламатсыз ба? Егер жаңа екі колледж бірігіп жасаса, мысалы бізде Қазбасамен болса, онда әр колледж жеке-жеке приказ шығарамас, ол жағы директордың приказы қалай болады? Жеке шығарасыздар, өздеріңіздің бұйрықтарыңызды саласыздар, өздеріңіздің педагогтарыңызды, просто ссылканы бірге болады ғой. Онлайн форматта өткізсек, ссылка бір болады, Ссылка саласыздар, тек қана бірақ өзіңіздің педагогқа қатысты басшының хаттамасын, соларға қатысты ақпаратты бересіздер. Она же видит вроде. Подожди, мне нужно. Раушан Жунусова. Гүлзат Саматовна, кешіріңіз, менде тағы бір сұрақ туындап тұр. Бүгінгі күні осы методический пособияның материалдарын бүгінгі қабылдап жатсыздар ғой, сіздер аяқтап жатсыздар қабылдап. Олардың сертификаттары алған уақытына қарай трансляция тағы уақыт ашу мүмкін ба, декабрьдан бөлек? Сол кезде жазасыз. Ол кісілерді бұған қоспайсыздар, өйткені әлі алған жоқсыздар ғой куәлікті. Тек қана алынған куәлікке толтырасыздар. Былтырғы, биылғы алған, алдыңғы жыл алғандар таратпаған болса, қараңыздар, сұраңыздар, кімдікі бар қолында, алып отырып айтпай қалмасын, қалып қоймасын, чаттарыңызға жазып, жинап алыңыздар да, жинақтап барлығын өткізіп алыңыздар. Жақсы, рахмет. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Гульзат Саматовна, еще один вопрос вот такой. Вот сегодня последний срок сдачи, да, материалов в экспертный совет при нашем, да, городе. Не успеет же, наверное, утвердить до 1 декабря? Нет, да, если утвердят, вы включите их. Если нет, только по факту, конкретно, если есть номер, вы должны указать дату получения удостоверения, только по факту. Если не успеют, вы их включите в следующую таблицу. А если не успеют, то это потом можно будет сделать, да? Да. Если они не успеют, то это когда можно будет потом сделать? У нас запрашивают, и мы потом будем с вас запрашивать периоды. Может, скорее всего, во второй половине, в январе, может быть, в феврале, посмотрим. Все, спасибо. Но вы информацию собирайте. Сейчас у кого, кто прошел, кто не прошел, обязательно под контролем держите. Хорошо, спасибо. Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен бүгінгі отырысты аяқтаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Спасибо, до свидания. До свидания.